Көкжалдар мекені, тұзақ. Түркия даласындағы біз сөз ететін осынау адамдар мен ұйымдар ойдан шығарылған. Балам, біз сенімен таныспыз ба? Мен сіздің ұлыңызбен таныспын. Қандай жақсы. Мен сізбен, ұлыңызбен арамызда шешілмеген кейбір мәселелер жайында сөйлесейін деген едім, рұқсат болса. Мен баламның істеріне араласпаймын. Араласудың қажеті жоқ. Ол мәселені өзіміз шешеміз. Сізді үйіме қонаққа шақырамын. Biz oğlunuzla hallederiz. Сіз үйіңізге шақырып отырсыз ба, жоқ әлде күштеп апарасыз ба? Егер Алланың үйінде жағымды сөздерді естігіңіз келсе, онда қонаққа шақырып отырмын. Мына адамдар кім? Абай болу керек. Аға, қару қолданбағаныңыз жөн. Сендер оларға ештеңе істемейсіңдер, солай ғой. Егер қаласақ, баяғыда бір нәрсе істеп қоятын едік. Өтінем, жүріңіз. Әке, балам, сендер үйге бара беріңдер, мен өзім келем. Сен қадірлі адамсың. Қорықпа, мен саған ештеңе істемеймін. Мен сабырлымын. Мен үшін біреуді өлтірудің керегі жоқ. Мен сабыр сақтаймын. Сіло. Қаруларың. Енді көліктің кілті. Бастықтарың айта барыңдар. Егер әкесін аман есен көргісі келсе, ойланып әрекет етсін. Не істейміз? Біз құрыдық, саудамыз бітті. Алло. Алло. Onu мен не айтпақшы? Usta. Басеке. Мемати, не болды? Ömer әкей. Елшін бұлыт Ömer әкейді өзімен бірге алып кетіпті. Мемати. Ömer әкен алып кеткен нес? Қай жерден алып кетіпті? Мешіттен, Басеке.
Балаңның мінезін ай. Бізге ұнайтын жерлері сендерге ұнамайтын шығар, балам. Солай боп тұр. Біздің түсінбейтін бір нәрсеміз бар. Сіз сияқты адамның баласы қалай ғана осындай былыққа батып жүреді осы. Демек, біздің таза деп жүргеніміз сендер үшін былық болғаны ғой, балам. Менің атам сияқты өнегелі адам жоқ шығар. Ол неге үйретуші еді? Білмеймін. Мен әлі ол жаспын. Сондықтан тек намаз бен жәннатқа апаратын намаз екенін мен білемін. Құдай қаласа сен үшін жасайтын адам да болады. Мен түсінбедім. Сен қазір құлшылық жасадың ба, жоқ әлде қарғадың ба? Біздің ұғымымыздағы құлшылық сендердің түсініктеріңдегі қарғыс. Біз балаңмен келісе алмаған соң сені қолға түсірген едік. Сөйтсек Қадыр мен Дақсақал сізбен де тіл табысу мүмкін емес екен. Болот, бұлай істеуге қалай дәтің барды? Өлуге тиісті ит мешіттің есігін арамдап жүр. Бас, Пұрмоз, бас! Аға, Өмір әке біздің ішке кіргенімізді қаламады. Олар қайдан шыққанын қайдам сап ете қалды. Қарасақ, мешіттен Өмір әке мен Ялчын Бұлыт шығып келе жатыр екен. Не қарап тұрдың? Алма теріп жүрдің бе? Аға, ол алдында Өмір әкейді алып жүрді. Неге атпадыңдар? Неге? Көзіме көрінбей жоғалыңдар. Көліктің нөмірін байқадыңдар ма? Аға, мен жазып алдым. Бізде бастыққа барайық. Апам қайда? Іште, мырза. Балам, келетінді неге хабарламадың? Мен саған тамақ әзірлеп қоятын едім ғой. Апа. Әкең мені тыңдамай мешітке кетті. Келіп қалатын уақыты болды. Апа. Не болды? Әкем. Балам, маған жаман хабар айта көрме. Менің кәрі жүрегім шыдай алмас. Апа, оған ештеңе болған жоқ. Олар мені қолға түсіру үшін әкемді ұстап әкетіпті. Балам, менің өміріме зиян келтірген қаламаймын. Апа, олар ештеңе істемейді. Ешкім менің әкеме жамандық істей алмайды. Апа, мен оған жол бермеймін. Уәде берем. Оған ештеңе болмайды.
Yıldız олар бұл жерден тың-тыңдайтын құрылғыны таптық деп сылтауратып өздері құрылғы қойып кетпесін. Жоқ мырза, ол адамдарға сенуге болады. Yıldız сенетін адамның әлі де бары жақсы екен. Мырза, біз болдық. Рахмет. İyi günler. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мынау адам менің үйіме де кеңсеме де келген. Дауыт бей, біз ол адамдардың жеке басын анықтадық. Олар мемлекеттің бекіткен және полыт әлемдарға жұмыс істейтін адамдар. Бар да бұл істі тындыр. Яки оларды менің аяғымның астынан алады, яки мен оларды езіп жаншып тастайым. Аға, рұқсат па? Кіре ғой қызым. Таңертең кірген ем, сен ертелетіп кетіп қалыпсың. Менің шаруаларым бар. Аға, жағдайым нашар, аға. Не болды қызым? Кеше менің үйімде атыс болды. Қыз атыс. Ялчын Бұлыт мені өлтіруге келді. Полат мені құтқарып қалды. Бірақ мен қатты қорқып қалдым. Ялчын Бұлыттың сенде қандай шаруасы болуы мүмкін? Алайда соңғы 2 айда әкемнен айырылдым. Әлгі атыстың куәсі болдым. Мені де сол сұрақ мазалайды. Қандай іске киліктім екен, аға? Мен түсінбедім. Қызым, осы уақытқа дейін сақ болуыңды ескертуге тырысып келемін. Бірақ сен менің сөзіме құлақ аспадың ғой. Аға, мен саған өлім жайында айтып тұрмын. Ал сен маған бизнес әлемнің қиындықтарын түсіндіріп отырсың. Жоқ, қызым. Мен саған да, әкеңе де бұл жолдың өте қауіпті екенін, және бұл жолдың шеті мен шегі жоқ екенін түсіндіруге тырысып бақтым. Қазір де саған осыны түсіндіруге тырысып отырмын. Мен бұл жайында Полат әлемдармен сөйлесемін. Сен бұл істен шеттеуіңді сұраймын. Жоқ, аға. Өзім сөйлесем. Бұл мұңымды сенімен ғана бөліскім келген еді. Басеке, ешқандай жаңалық жоқ па? Мемати, егер соншама менің әкемді ұстап алып кет алса, демек біз бір жерден қателік жіберген. Дұрыс айтасыз. Олай болса қателікті жөндеңдер. Менің жанымнан және менің отбасымның қасында бірде-бір күзетшінің жүргенін қаламайым. Жанымда ешқандай нөкердің болуын қаламайым. Осы сәттен бастап біздің күзететін ештеңеміз қалмады. Әкем мен Бұлыттың ізін тауып беріңдер. Серуендеп жүрсің. Хауаның жанында бол. Bir de oradan daha... Біздің ол жақтан да соққы жегенім жетпей тұрады. Түсіндім, аға.
Не істейміз, Абдулкей? Білмеймін. Nerede? Абдулкей қалай ғана жіберіп алдық. Бәрің басқа шаруаларын тастаңдар. Ялчын бұлытқа апаратын ізді тауып беріңдер. Басеке, Назиф ананың қасында қазір кім бар? Ешкім жоқ, Хикмет. Онда біз екеуміз Назиф ананың қасына барайық. Жақсы болар еді. Жаңалық бар ма, Абдулхи? Бұл іске мүмкін Әлпердің адамдарын тартармыз. Аға. Одан түк те шықпайды. Олар менің әкемді ұстады. Мені де, менің отбасымды да жазалаймыз деді. Bir ғана медет тұтатынымыз мемлекет. Бірақ олар оған да қысым жасай алады. Абдулхи, сендерден жаман хабар естігім келмейді. Не десең де, бұрынғы жұмысымызға қайтып оралам. Менен ешқандай пайда жоқ. Туылғаннан бері ойымды бүкпесіз айтатын адаммын. Ал қазір кіммін? Досымның атына кір келтірмеймін деп, аузыма құм құйылып отыр. Ерен, демек бұл мен емеспін. Аға, сонда сен тағы қандай да бір дүкен ашпақшысың ба? Саған не ұнамайды? Осы күнге дейін қалай күн көріп келдік? Осылай кәсіппен. Сені бастық жібереді деп ойлайсың ба? Polat abi bırakır mısın? Полат аға олай істей қоймас. Жібереді. Мен саған сол жерде пайдам тиеді деп айтам. Адамдардың арасындағы көзің мен құлағың болам. Халықтың айтқанын сол күйінде жеткізіп отырам десем, жібереді. Өміреке қайтып келсін. Сосын бәріміз өз махалламызға қайтып ораламыз. Өзің біл. Ал сен не істейсің? Білмеймін. Егер менің тілімді алсаң, саған қатысты да бір ойым бар. Саған да бір дүкен ашайық. Өмірді үйрен, тәжірибе жинақта. Тіпті банкроттыққа ұшырасаң да қол ұшын береміз. Оған не дейсің? Қазір бастыққа қажет болмай қалдым. Бірақ оның атынан сөйлейтін сенсің бе, Хикмет аға? Бұның қандай қатысы бар? Өзіңе дауыс көтеруге мәжбүрлеме. Қандай да бір жаңалық жоқ па? Жоқ, Назиф апа. Тажалдың тырнағынан сақтай көр, Алла тағалам.
Тіпті қатты қиналсам да мені әдемі сөздерден айыра алмайсыз. Нағыз дос ешқашан өтірік айтпайды. Ол тек ойындағысын айтып ескертеді, кетіп қалады. Қаласаң, қасиетті өмір жайында хикаяны әңгімелеп берейін, өтінем. Қасиетті өмір халиф болған кезде өзіне ақша үшін қызмет ететін адам ұстапты. Ол күн сайын қолма-қол ақша төлеуін сұрапты. Онда әлгі адам не істеу керек екенін сұрапты. Сонда қасиетті өмір күн сайын маған келіп, өмір өлімінің бар екенін ұмытпа деп айтып тұруын өтініпті. Ол адам ұзақ уақыт бойы өз міндетін атқаруға келіп тұрыпты. Өлімнің бар екенін ұмытпа деп айтып, ақшасын алып кетіп отырған. Бір жолы өмір оған енді келмей-ақ қой депті. Неге? Енді келмесең де өлімнің бар деген екен. Сол күні ол сақалына түскен ақты көріпті. Әке, сен күн сайын маған өлімнің бар екенін ескертіп отырасың ба? Оның қажеті бар ма? Сенің шашыға онсыз да ақ түсіпті. Балам, сенің ата-анаң бар ма? Егер әке-шешем болса, дұшпанымның әкесін ұрлап кетер медім? Оларға не болған? Жоқ әлде сен аспаннан салбырап түстің бе? Онда сізге хикаямды айтып берейін. Мен көшеде өстім. Тол жетіммін. Бірақ жалған ханзада болып өстім. Ал онда бұл жолды қалай таңдағаныңды білуге рұқсат ете ғой. Бұл да адамның табиғатына байланысты. Кішкентай кезім болатын. Бір жол айнаға қарадым. Сөйтіп өзім қорқыттым. Ulan dedim. Сол кезде егер өзімнің дидарымнан өзім қорқатын болсам, одан басқалар да қорқуы тиіс деген шешімге келдім. Міне содан бері бұл күнкөрісімнің тәсілі болып келеді. Балам, адамдар барлық жалған оқиғаларды не үшін ойлап табатынын білесің бе? Не үшін? Өзінің әрекеттерін ақтау үшін. Түсінемісің? Сонда сен өміріңде ешқашан өтірік айтпағансың ба? Өзімді жаңылыстыру үшін өзімді өзім алдаған кезім болды, бірақ ешқашан бөгді адамға өтірік айтқан емеспін. Сенің айтып отырғаның бұл дүниенің ережесі емес. Бұл жерде әлі жеткен мен, көбірек алдаған адам ғана жеңеді. O kazanır. Балам, адамның өз есебі болса, Алланың да өз есебі бар. Полат Әлімдар сіздермен жұмыс істей ме? Оның бізге қандай қатысы бар? Бастық мырза, онда айтыңызшы, ол кімге жұмыс істейді?
Болот алимдардын мемлекетке ешкандай катышы жок. Бастык мырза. Чагыры Торусту өлтүргөндөн кийин Болот алимдар пайда болду да күчтөрдүн тепе теңдиги менен ойной баштады. Осудан кийин келип ол бизге ешкандай катышы жок. Калай түшүнүүгө болот оны? Bizimle bir ilişkisi yok. Калай дедиңиз? Ол әлемнің күчтөрү менен ойноп отур. Акчасы менен күчү бар адамдар бул элимде орун табады. Біз болсак тек мемлекеттик истерди реттейбиз. Бирок искерлик әлемнің истерин эмес. Онда мемлекет татар оғыллар әулетіне тең келетін күчтү каалайды ғой. Биздин ондай ниетimiz жок. Бастык мырза, осы жайтты естигениме кубанычтымын. Айтпесе, бурун мемлекетке кызмет эткендердин кашкын Халил Ибрахим Капарды коргап жасырып отурганын айтар едим. Жиен, сен маған жатуға мұрша бермедің. Жата бер, саған кім бөгөт жасады? Қалай жатқың келсе, солай жат. Одан да сені не үшін мұндай қызметке төмендеп тастағанын айтшы маған. Аға, қайдағы төмендеген? Сенің жаныңда отырудың осы бір ғанибет. Солай емес пе, Хакан бей? Солай ма? Бұл сөзді қойда, маған түсіндір. Не болды? Әй, ағатай-ай. Біреудің жанды жерін қоздырғанды жақсы көресің ау. Бұл жолы кімнің аяғына оралғы болдың? Аға, сенің қабағыңды кірбің шалмасын. Мен сенің тезірек айығып шыққаныңды қалайым. Бірақ сен маған сұрақ жаудырғанды қоймайсың. Сонда не болған? Жоқ ештеңе. Мүмкін бір қайғылы жағдай болған шығар. Мұны қардың, аға. Алаңдайтын дәнеме жоқ, Халил бей. Сіз тыныңыз. Аға, маған сенбесең де, біздің бастыққа сенетін шығарсыз. Жоқ десек, демек шынында да ештеңе болған жоқ. Жиен, маған түсіндір. Не болды? Аға, саған не түсіндірейін? Біздің килікпеген жеріміз бар. Алдымен сен, содан кейін Келесі кім? сосын менің қызметімді төмендетіп жібереді. Көңіл қошың қалай? Бір түрлі. Жаныңның қиналғанын, ашуы немесе түңілуді сезіп отырсың ба? Міне болды таңданатын жайт. Инжи, екеуміз оңаша қалмағанымызға қанша болды осы? Білмеймін. Көп уақыт өтті ма? Көп. Өте көп. Мен тіпті бұлай болады деп үш ұйықтасам түсіме де кірмепті. Мен сені жақсы көрем. Тіпті сені соншалықты жақсы көрем деп ойламаппын. Әкең ондай адаммен кездесуге баруға қалай рұқсат етті? Ол рұқсат бермесе де баратын едім. Оның орнында мен болғанда рұқсат бермеген болар едім. Неге? Өзім баратын едім. Бәрі де артта қалды. Бәрі өтті де кетті. Енже ештен өткен жоқ. Бәрі енді басталып жатыр. Болар іс болды. Алайда сенің бұл іске араласпағаның жөн. Мен сені қатты жақсы көрем. Егер қаласаң, әпке мен іні ретінде демалыс алып шетелге барып қайтсақ болады. Фуат, саған бір нәрсе болса, мен бұған шыдай алмайым. Маған ештеңе де болмайды. Инжи, сен мені жақсы көресің, солай емес пе? Иә. Онда маған қарсы тұрмай, айтқанымды орындамайсың ба? Нені қалайсың? Аху. Фунда ханым, мені Инжи татар оғлымен байланыстырасыз ба? Қазір ханым.
Алло? Аху ханым, ол ғимаратта жоқ. Қаласаңыз ұялы телефонына хабарласайын. Жоқ, рахмет. Алло, Фунда ханым. Иә, айта беріңіз. Егер орында болса, Кемал Татароғлымен сөйлесем деп ем. Бір сәт күте тұрыңыз, ханым. Efendim? Иә. Кемал, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Инжимен хабарласа алмай отырмын. Қазір жоқ жұмыста. Dönünce aradığını Не айтайын? Bir şey mi vardı? Жоқ. Кеше ол менің үйіме келіпті. Мен ол кезде үйде жоқ болған. Ол Полатпен сөйлесіпті. Бір қиындықтары бар ма деп алаңдап отырған. Ахуға сенің іздегеніңді айтайын. Рахмет. Көріскенше. Кемал олардың кездескенінен бейхабар. Инже, сен қайдасың? Қашан келесің? Мен сен күтемін. Сөйлесетін әңгіме бар. Джемал бей, мен бұл істі бітіре алмадым. Олар келді, ойынның ережесін өзгертті. Boynum size kılıç. Сіздің кез келген шешіміңізді қабылдауға әзірмін. Бәдри мен әлі ағамен кездескен жоқпын, бірақ ол бұған қуана қояды деп ойламаймын. Джемал бей, сіздің бетіңізге қарауға ұяламын. Бәдри, сен одан да айығып кет. Ол артымыз шектен шығып барады. Біз міндетті түрде бір әрекет жасаймыз. Сен маған бір нәрсе айтайын деген бедің. Айтатының бар ма? Желел бей маған тағы бір мүмкіндік берген сұраймын. Егер олар Желел бейдің аяғына жығылмаса, басымды кесіп берейін. Kellesi ona helal. Ben sana dedim. Ибрахим, мен саған айттым ғой. Ешкімге ертерек баға бере алмайсың. Дұрыс айтасыз, Фикрет бей. Şimdi Енді менің айтқаным дұрыс екен дейсің. Ибрахим, бір адам келіп біздің кеңсеге шабуыл жасады. Ол жетпегенде менің қарсы алдыма отырып алып, ойына келгенін айтты. Ыңғайсыз жағдай болды, Ибрахим. Kötü oldu Fikret. Иә, Фикрет бей. abim Біздің оған осындай мүмкіндік бергенімізді ағама телефон арқылы айттым. Сонда біз Торос отбасының компаниясына ие болып қалуға тиіс едік. şirketini diyecektik. Жыланның басын кішкентай кезінде шаншып тастау керек еді. Yılanın başı... Солай емес пе, Ибрахим? Değil mi İbrahim? Алайда Ne çektiyse біз жыланның басын Fikret Bey. Ama қалай алуды білеміз. nasıl biliriz biz. Әлбетте, егер сен бас көтере алсаң, Ибрахим. Bak şimdiden... Мені тыңда, ашуланған кезде тұрмай ақ қой, одан да құлан таза айығып ал. İyice bir Содан соң кірісерміз. iltihap kapmasın yaralı. Алдымен емделіп ал. Dikkat Фикрет бей, олар мені аңдып жүр. Жарайды, Ибрахим. Тағы жолғамыз. Мен ағам күтіп тұр. Кешігіп қалмайын. Тілімді ал. Мен саған не деп отырмын, сен не істеп отырсың? Айығып кеткенше тұруға болмайды.
Асу ханым, сізге ауруханаға кіруге тыйым салынған. Не деп тұрсыз? Жолымнан былай тұрыңыз. Тыйым салынған, ханым. Кім тыйым салған? Тунжай бей. Мұндайда бассыздық болады екен. Мен қазір Тунжай бейге телефон соғам. Тунжай бей, сізге Асу ханым қоңырау шалып тұр. Менің жауап бергім келмейді. Телефонның даусын сөндіріп қойыңдар. Біз онсыз да кешігіп келеміз. Шығайық. Тунжай бей, сізбен хабарласа алмай тұрмын. Неге телефонға жауап бермейсіз? Сіз маған бір нәрсені түсіндіруге тиіссіз. Шын мәнісінде маған сіз түсіндіруге тиіссіз. Мен сізге сенген едім, Асу ханым. Неге мені сатып кеттіңіз? Neden bana ihanet ettiniz? Қазір нені меңдеп тұрғаныңызды ұғалар емеспін. Бастығыңызға айтыңыз. Біз сіздермен ауруханаға қатысты барлық қатынастарымызды үземіз. Енді серіктестік жайында сөз болуы да мүмкін емес. Жекелей алғанда, Полат Алемдар сіздің әрекетіңізді ұмытпайды. Және кешірмейді де. Тунжай бей, Кеттік, Хүсни бей. Бедри, бұл жол саған тұрудың қажет жоқ. Бір нәрсені сұрайым да кетем. Қандай ақымақ адамсың? Айттым ғой саған. Бір нәрсені сұрайым да кетемін. Не сұрайсың? Ялчын Булат әдетте қай жерге тығылады? Оның қалтарысы орны қай жер? Не үшін саған бұл жайында айтуым керек? Бедри, тағы да жаныңды ауыртамын. Саны мен қорқытпақшысың ба? Düşmanlığı... Бедри, арамыздағы нашар қатынасты бір жол үзбекшімін. Саған мүмкіндік беріп отырмын. Егер Ялчын Булаттың тығылып отырған жерін тапсаң, екеумізді кез келген мәселе бойынша мәмілеге келе аламыз. Мен оның қай жерде тығылып отырғанын білмеймін. Тіпті білген күннің өзінде саған айтпаймын. Сенімен мәміле жасайтын ойым жоқ. Қас болсақ, қас болып қалайық. Жақсы. Айығып кет. Екеуміз әлі кездесеміз. Өтінем, мырза. Мырза, мені шақырттыңыз ба? Хүйсен, кел отыр. Полаттың жағдайы қалай? Жақсы, мырза. Жақсы. Ол қазір татар оғылармен қасасып жүргенге ұқсайды. Мырза, сіз бұл жайында білесіз? Білем. Балам өз шамалы шиеленісіп тұр. Халил Ибрахим Капарда қай жерде ұстап отырсыңдар? Қауіпсіз жерде. Хүйсейн, қазір әшкере болуларың мүмкін. Егер мен сендерді қазір ұстап бермесем, ертең біздің атымыз газет беттеріне шығады. Осылайша біздің мемлекеттік мекеме жабылады. Біз бұған жол бермейміз, солай ғой балам. Ал Полат Алемдар бұл жайында біле ме? Білет. Сол жерде тыныға тұрыңдар. Сосын біз сендерді шығарып аламыз. Biz sizi içeriden çıkarırız.
Bulut Polat'tың әкесін ұрлап кетіпті. Мен онымен хабарласа алмай отырмын. Yıldız sonda menen ne talep etip odur? Men ne mafyanın dököyümün be? Оны дегеніңіз мырса? Олар келісуді өтінді. Buluttu tapsın da kelise versin. Yıldız бұл mesele meni қызықтырмайды. Мырза, біз оның жанды жеріне тидік. Меніңше тым асыра сілтеп жіберген сияқтымыз. Кейін оған қалай қарсы тұрамыз? Onda Bulut'tan habarlas, әкесіне тиіспесін, баласының көзін құртсын. Мемати, қандай да бір жаңалық бар ма? Жоқ басеке. Сұрастырмаған адамымыз қалмады. Ешқандай амал жоқ. Өмірекейді қайда алып кеткен ешкім білмейді. Іздемеген жеріміз қалмады. Біздің бір ғана жолымыз қалды. Біз де олардың бір адамын ұрлауға тиіспіз. Кімді, Мемати? Biz de onların babası. Біз де олардың әкелерін ұрлап кетерміз. Менің әкеме иненің жасуындайда жамандық жасауға жол бермеймін. Ne yapacağız usta hocam? Енді не істейміз басеке? Күтеміз, Мемати. Тек күту ғана қалды. Түптеп келгенде Бұлыт өзі хабарласуы тиіс. Басеке, мен бәрібір басқа жолдарды қарастырайын. Бұрмыз, ұзын құлақтан не хабар бар? Ол кім еді? Әлгі бағдарламаш, Тамерді айтам. Жоқ аға. Мен барып онымен жолығып қайтайын. Бұрмыз, егер бастық бір жаққа шыға қалса, маған хабар бер, жарайды. Тамер, ешқандай дыбыс естілмей ме? Жоқ. Неге жоқ? Солай жоқ. Онда мына құрылғының бәрі не үшін орнатылған? Röntgeme toplandı buraya. Өкінішке қарай, қандай да бір ілік табылмайынша ешқандай нәтиже болмайды. Егер ол бастықпен байланысқа шықса, хабарласқан анықтай аламыз ба? Оның қоңырау шалған жерін анықтай аламыз. Егер бас дейтін адам болса, ұялы телефоннан хабарласа қоймас. Онда ол бір жерге барып сол жерден қоңырау шалса, ол телефонның бізге не қажеті бар? Бәрі бос әурешілік. Boş işler.
Мен жарты сағаттан соң оралам. Мен келгенше бәрі өз орнында қалсын. Жарайды. Bir tek hata yap. Әлдекімнің қателік жіберген қаламаймын. Erhan. Ерхан, сен демал, мен келдім. Не? Сен кеңсеге бар дейм. Жоқ, маған осы жер ұнайды. Сені сол жаққа шақырып жатыр. Алла алла, мені кім шақырып жатыр? Ағам айығып кеткенше мазамды алмаңдар деген едім ғой. Шақырып жатыр деймін. Онсыз да екеуің топырлап жүрсіңдер. Амал нешік? Біз бұйрыққа бағынамыз. Bir нәрсе бола қалса маған хабарласыңдар. Ағам онсыз да ұйықтап жатыр. Оны неге қайтарып жібердің? Хакан, бізде қиындықтар болып тұр. Yine ne oldu? Тағы не болды? Біз берілеміз. Не? Жоғарыдан бұйрық түсті. Шерікқан жағдайды бәсеңдету үшін мені де, сені де және Халоны құрбан етті. Halo'yu feda ettiler. Маған қайтадан түрменің 4 қабырғасы бұйырама. Alo. Polat Alemdar. Sen kimsin? Yalçın Bulut. Tыңдап отырмын. Meni тыңдайтын күнің де бар екен. Егер sen дайын болсаң, кездесейік. Seninle baş başa bir görüşelim. Қай жерде және қашан кездескің келеді? Егер қасыңа біреуді ертіп келсең, яки адамдарыңа көлігіңнің соңынан еріп отыруға бұйырсаң, немесе қандай да бір айла ойластырсаң, онда ардақты әкеңді о дүниеге жөнелтіп жіберем. Мен қайда және қай жерде деп сұрадым. Қарғысатқай. Kölük dayım ba pürmöz. Dayın basıge. Pürmöz. Benim артымнан ешкім ермеуі тиіс.
Басеке, Buyuram Pürmüz. ал бір жаққа шықса маған хабарла дедім емес пе? Оның кенеттен шығып кететінін қайдан білейін? Ал сен не тұрсың? Ол артынан ешкім ермесін деді де кетіп қалды. Мематияға, менің соңымнан ешкім ермесін деді. Ол саған бұйырды, маған емес. Басеке, олай ете көрмеңіз. Қаруыңызды беріңіз. Buyurun. Ötünем. Абдулхи, мен бастықтан жаңалықсыз келдім. Бүгін оған Дауд Татарғұл әулетінен Йылдыз Ялчын келіп кетіпті. Оларға Хусейн мен Хакан ұстап беріпті. Неге? Құдайлар құрбандық шалғысы келді. Шалды. Жігіттермен бірге Халода кетті. Çocuklarla halo. Альпер, бұны орта жолдан тоқтатуға болмай ма? Тамыр соғысы нашар, қан қысымы жоғары. Біздің басқа амалымыз қалмады. Сендер мені тастап кете беріңдер. Аға, олар сіздің жалғыз өзіңізді қаламайды. Олар бізді қоса кетпекші. Осынша жасқа келіп, халықтың нені қалайтын, мемлекеттік істер мен Құдайдың қырсықтығына түсіне алмай-ақ қойдым. Бұл жерде түсінетін түк жоқ. Біз мина көмген алаңды басып өттік, мина жарылды. Болат бұл жайында білмейді, солай ғой. Жоқ. Ол бізді ұрсатын болды. Аға, ол бұл іс жайында бізден жақсы біледі. Сендер оны жақсы білмейсіңдер. Ол бұны бұлай қалдырмайды. Ол ешкімге құлақ аспайды. Dayı bizim... Аға, оның бізге бұрылуға мұршасы жоқ. Оның әкесін. Олар қай кезде келеді?
Ömer Mırzaga ne oldu? Siz bilmeydim dediniz. Mаған ne bolганын айтыңдаршы. Yalçın Onu Yalçın Bulut uрлап әкетті. Қалғанын өзіміз де білмейміз. Bunu duydum. Кімді ұрласа оны ұрласын. Kim gelip Бірақ менің жанымда Әзірелден басқа ешкім мал алмайды. Мырзалар, куәліктеріңізді көрсетіңіздер. Әуре болмаңыз, бастық. yorulma. Amirim. Сіздердің іздеген адамдарыңыз мен. Менің атым Халил Ибрахим Капар.